саламатсыздарбы, бүгүнкү күнү биз бийнең жолдорундағы коллективинен интервью алмакчыбыз. Биринчи өзүңүз таанышып өтсеңиз. Перизаданың кызы тәрбиесінің орынбасары. Эми биринчи сурагыма келетін болсак, ұжымыңызда келіспеушіліктер жиі боладымы? Егер болса, кандай себептерден туындайды? Әр ұжымда келіспеушіліктер болады. Көп емес, бірақ анда-санда болып тұрады. Себептер ол берілген тапсырманы уақытылы орындалмауы, сол себептен келіспеушіліктер болады. Келесі кезекте бізде осы ұжымдағы дене шынықтыру ағайынан сұхбат болады. Сіздің ойыңызша басшылық ұжымдағы дауларды қалай Саламатсыз. Әдетте башын олар екі тараптылы тыңдап, болды. Осы деректе бізде осы ұжымның тағы да нешесіне сұхбаттасамыз. Сіз бірінші өзіңіз танысып өтсеңіз. Мен аты жүрген Рахманова Бисаланың қызы, жалпы орта мектебінің бақылаушы мұғалімі. Менің сізге ең алғашқы сұрағым, сіздің ойыңызша тиімді команда, тиімді ұжым құру үшін қандай қасиеттер маңызды? Жалпы тиімді ұжым құру үшін ең бастысы ұжымның арасында, әріптестердің арасында бір-біріне деген жаңағы ауызбіршілік керек, сыйластық керек. Ең бастысы жаңағы бір-бірін тыңдап, бір-біріне жаңағы бір-біріне көмектесіп. Келесі кезекте ұжымның тағы бір мүшесімен танысып, сол кісімен сұхбат алмақшымыз. Бірінші өзіңіз танысып өтсеңіз. Мен Сатылбаева Ақбота, цифрлы сауаттық тәлім мұғалімі. Мен сізге енді өзімнің сұрағымды қойып өтсем, жалпы осы ұжымдағы топтағы ынтымақтастықты қалай арттыруға болады деп ойлайсыз? Біз ынтымақтастықты арттыру үшін бір-бірімізбен жақсы сыйласып, отырыста чемпиондық болу керек. Келесі кезекте бізде ұжымның тағы да бір мүшесі. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Бастауыш сынып мұғалімі Бақтыразова Айгерім Абдинасырқызы. Ұжымда әртүрлі пікірлер болған жағдайда қалай келісімге келесіздер? Ұжымда барлығының пікірін тыңдау маңызды деп ойлаймын. Әрқайсысының пікірін тыңдап, содан кейін барып бір шешімге келген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені біреуі былай тартады, екіншісі өзінің басқа ойын айтады. Сондықтан әрқайсысының пікірін тыңдау маңызды.